Қайырлы күн менің оқырмандарым, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының біріне жататын ши бауырсақтың рецептісін ұсынатын боламын. Ши бауырсағымыз өте қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізге ең алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге қажетті заттар жұмыртқа, сүт, сары май, қант, тұз және де ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, сүтімізді құйып, қантымыз әбден ерігенше жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігеннен кейін үстіне ерітілген сары май мен қостым. Сіздер маргарин қоссаңыздар да болады. Маргаринді қосып, електен өткізілген ұнды салып, қамырымызды илейміз. Мен қантты кішкене көбірек қостым, дәмдірек, тәттірек болсын деп. Балалар жегенге, егер де сіздер тәтті ұнатпасаңыздар, қантын азырақ қосыңыздар. Тұзымды алдында салуға ұмытып, соңында салдым. Мінекей нанымыз, қамырымыз иленді. Енді осы иленген қамырымыздың бетін жауып, дем алуға қоямыз. Бір шамамен 10 минут дем алса жеткілікті. Дем алған қамырымды мен екіге бөліп алдым. Бір жартысынан ұзыншақ ши бауырсақ жасасам, бір жартысынан ұсақ дөңгелек ши бауырсақты әзірлейтін боламын. Оқтаудың көмегімен қамырымды жаямын. Қатты жұқал етудің қажеті жоқ. Жайған қамырымды пышақпенен ұзыншақтап кесіп алдым. Шамамен 3 елі. Одан кейін көлденең қып кестім. Сонда бізде ши бауырсақ шықты, ұзыншақ ши бауырсақ. Екінші қамырымды да жайдым де, жіңішке қып кесіп, ұзыншақ қып кесіп, одан кейін қолыммен есе отырып кесіп алдым. Мінекей дәл видеодағыдай қылдырып кестім. Барлық қамырымды кесіп алғаннан соң отқа майымды қыздырып алдым. Қызып тұрған майымның үстіне бауырсақтарымды салып, мен кішкене шұңғылдау ыдысқа қуырдым. Бауырсағым қызарғанша араластырып отырып, пісіріп алдым. Осымен біздің бауырсақ дайын. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Мінекей осындай бауырсақ шықты. Тез желініп кетеді. Балалардың сүйікті астарының бірі. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен бірге болған арайлым.